Бір апта ішінде Павлодар облысында 120 қылмыс орын алды, оның 81-і ашылды. Бұл ретте антирейтинг көшбасшылары алаяқтық бойынша 32 және ұрлыққа қатысты 39 дерек тіркелді. Кеш жарық эфирде дабыл бағдарламасы, студияда Дархан Бекешев. Бүгін көретіндеріңіз. Аяқ киімнің бауымен қалқындырып адам өлтірген Павлодарда жан түршігерлік оқиғаға қатысты сот үкімі шығарылды. Өңірімізде тұрмыстық зорлық зомбылық өршіп тұр. Осы орайда әйелін ұрған ер адамдарға қатысты жаза күшейтілмек. 18 жасқа толмаған жасөспірімдер жазда қандай жұмысқа орналаса алады? Қандай бұзушылықтар үшін жауапкершілік қарастырылған? Студияда талқылаймыз. Жаз мезгілі біреулер үшін демалатын мүмкіндік болса, өзгелер үшін табыс жасайтын кезең. Оқудан қолдары босаған жасөспірімдер жұмысқа орналаса бастайды. Бұл ретте кәмелетке толмағандар заң жүзінде қандай талаптар қойылады? Бүгінгі хабар барысында осы жайлы сөйлесеміз. Студиямызға Павлодар облысы бойынша мемлекеттік еңбек инспекторы Қанат Арқалық келіп отыр. Қош келдіңіз. Рахмет, шақырғаныңыз. Қай жастан бастап жасөспірімдер еңбек келісімімен жасасуға болады? Бұл ретте енді 14-15 жастағы балалар бойынша айтып кетсеңіз. Енді еңбек кодексі бойынша Қазақстан Республикасынан еңбек шартын жасасуға болады 16 жастан. Ал кейбір жағдайларда 15 жастан жасалуға болады. Ол тек орта білімі болған жағдайда, орта немесе жалпы білім алған азаматтар 15 жастан еңбек шартын жасасуына болады. Ал 14 жасқа жасқа дейінгілерде тек қана оқудан бос уақыт кезінде және де өзінің кедергі келтірмейтін және де бұл мектеп оқушылар ғой, негізінен? Негізінен, 14 жастар ол тек қана сабағына кедергі келтірмесе болғаны. Ал 14-ке дейінгілерде, 14 жасқа дейінгілерде оларда тек қана осы сабақтан бос уақытында және де оны кино, театр, шығармалар оқуға, шығармалар жасауға ғана тартуға болады олармен еңбек шартын жасасуға. Тек қана осы 15-14 жаста аралықтарда кәмелетке толмаған азаматпен бір қатар оның өкілі осы еңбек шартына қол қою тиіс. Енді бұл реттен дәлгі мектептің оқушылары жаз мезгілінде ғана қолдары босайды ғой. Сол кезде, яғни оларға тек сол уақытта ғана рұқсат беріледі, жұмыс істеуге? Иә. Енді ата-аналар рұқсаты деген, іс жүзінде қалай болу керек? Мен рұқсат етем деген мысал үшін келмейді ғой, бұл ретте ресми түрде құжат болу керек па, қалай жалпы тәртібі? Ресми түрде, ол жерде туу туралы куәлігі егерде болу керек, сол жерде аты жөні жазылған өкілдерінің немесе қағазы болу керек, осы кісі осы адамның өкілі ретінде екендігін, және сол еңбек шарты жасасқан кезде соны дәлел ретінде қол қояды және сол құжаттарды бірге береді. Жұмыс істейтін жасөспірімдерге қандай талап қойылады? Қанша уақыт жұмыс істеу керек? Олар кейбір жағдайда мысалы үшін әлгі зейнетақы төлемдерін жасауда ескерілген деп айтып жатады. Бұл қаншалықты? Енді зейнетақы ол әр адам, еңбек кодексі бойынша әр адамда еңбек етуге құқысы бар. Тек қана ерекшеліктері бар осы жасөспірімдер мысалыға. Ол жерде де зейнетақы жарналарын жүргізу керек жұмыс беруші. Ол жерде тек қана есеп шотын ашқан кезде өкілмен бірге келу керек және де қол қояды немесе сенімхат арқылы осы еңбек зейнетақы қорының қағазын алады да, соны жұмыс берушіге береді. Содан кейін ол жұмыс істегенде сол зейнетақыларын адам үлкен кісілер сияқты жарналар жүргізілетін болады. Енді бұл жағдайда жасөспірімдерге кейбір салаларда жұмыс істеуге тыйым салынады екен, өндіріс ошақтары болсын, жалпы қандай осындай бір санаттар бөлінген бе, жалпы сол туралы айтып кетсеңіз толығырақ? Енді тыйым салынатын жұмыстар ол әрине ауыр жұмыстарға тыйым салынады жұмыс істеуге, және де еңбек жағдайлары зиянды, қауіпті жұмыстарға және жұмыс берушінің мүлкіне құндылықтарына сақталуын қамтамасыз ететін материалдық еңбек шарты бар жұмыстарға оларды жасөспірімдерді қабылдауға болмайды. Және де ойын-сауық орындарында алкоголь өнімдерін, темекі бұйымдарын, есірткі, психотроптық заттардың қолдану бойынша бар
қызметтерге жасөспірімдерді қабылдауға болмайды. Енді өзімізге де жиі кездеседі ғой, енді дәмханаларда, түрлі жерлерде, мысалы үшін әлгі даяршы қызметіндегі жас балалардың әлгі бұл жағдайда енді түнгі мезетте болып сол кәдімгідей ол заң бұзушылық болып табылады. Иә, түнгі мезеттерде жұмыс істеуге болмайды. Енді осы жұмыс істеулерге нақтырақ тоқталып кетсек, жалпы қалада мысалы үшін қазіргі кезде қарбыз сатып жатқан, балмұздақ сатып жатқан жалпы жасөспірімдерді шыны керек әр жас сайын кездестіру әдетке айналған. Енді бұл жерде қандай жауапкершілікке тартылу және кім жауапкершілікке тартылуы мүмкін? Ата-ана болсын және де сол сауда нүктенің иесі болсын. Ең бастысы ол айдаларда айтып кеткендей, әр адам еңбек етуіне құқысы бар. Тек қана ол еңбек етуі заңменен рәсімделуі керек. Еңбек шарты болу керек, зейнетақы жарналарын жүргізілуі керек. Егер де осы жасөспірімді еңбек шартын жасаспай жұмысқа тарту болса, онда жұмыс берушіге 50-ден 200 айлық есептік көрсеткіш бойынша айыппұл төленеді. Айыппұл беріледі. Егер де еңбек шартын жасаспай жүргізу бойынша. Тек қана осындай жағдайлар ата-аналарына тек ескерту. Ол заң еңбек кодексімен көрсетілмеген. Еңбек кодексінде тек қана жұмыс беруші және жұмыс істеуші екі жағдай бар, екі талап бар, солардың орындалуы керек. Енді айтып кетсек, жаңа айтып кеттіңіз, 16 жас бойынша, ал 14-15 жас бойынша жалпы одан да төмен мүмкін рұқсат беріліп жатса, уақытқа, жұмыс істеу уақыты бойынша түсініктеме жасап жіберсеңіз. Енді 14-16 жас аралығында аптасына 24 сағаттан аспау керек жұмыстары. Ал 16-дан 18 жасқа дейін олар аптасына 36 сағаттан аспау керек. Ал олардан 14 жастан төменгі ол жерде тек қана кино түсіруге, театр, шығармалар орындалуы бойынша ғана, ол жерде оларда уақыты көрсетілмеген. Тек қана осы жас аралықтарында ғана шектеуліктер бар. Жалпы енді бұл саладағы қандай түсініспеушіліктер, жалпы бұзушылықтар тіркеліп жатады, мүмкін сіздерге қандай кеңестер бойынша хабарласып жатады, хабарласады ма жалпы, қаншалықты сауатты бұл салада жалпы? Ең басты бұзушылық барлығы, ол жасөспірім болсын, үлкен азаматтар болсын, барлығында бір бұзушылық, ол жұмысқа еңбек шартын жасаспай кірісу. Олар алдын ала ауызша келіседі, осынша ақша төлеймін, осынша жұмысының осынша. Ал төлеу кезіне келген кезде мүмкін төлемей қалады. Заң бойынша қазір біз оларды тек қана еңбек шарты болған кезде ғана тексеру жүргізе аламыз. Ол жерде жұмысшыларға тек қана сотқа жүгінуіне мәжбүр болады. Ең басты талап ол жерде еңбек шарты болу керек. Еңбек шарты болса, барлық жағдайлары жазалады. Соңғы жылдары жалпы биыл болмасын, жалпы ондай жағдайлар тіркелді ме? Жалпы бұл жағдайда қандай жұмыс жасайсыздар, алгоритмі қандай болсын? Жалпы енді жасөспірімдердің белгілі бір қызметті орындап, жалақыны ала алмай кейін хабарласу. Ондай фактілер басқармамен тіркелмеген. Біз жұмыс жасайғанда әрбір жұмысшыға, жұмыс берушіге барған кезде біз оқу семинарларын өткіземіз. Сонда осындай құқықтары бар, жасөспірімдерді алсаңыздар, осындай аралықтарда ғана қаласыздар, осындай уақыт қана жұмыс істей аласыздар деген осындай оқу ағарту семинарларын ғана жүргіземіз. Және де білім басқармасымен осы жазғы айларда рейдтер сондайлар жүргізіледі. Жүргізіліп тұрады, жүргізіліп тұрады. Біз сол комиссияның мүшесі ретінде бізді тартады. Жалпы енді жасөспірімдерге қандай кеңестер бере аласыздар? Жалпы бұл бағытта жазғы мезетте енді көбісі, яғни шыны керек, келісімді екінің бірі құрып, яғни құжат жүзінде мән бере қоймайды. Көбінесе қолма-қол ақша, яғни бүгін дүкен сөресінде істеді де, ақшасын алды да, кешкісін кетті деген. Жалпы қандай сауаттылыққа үйретуге болады бұл бағытта? Ең алдымен ол жерде және айтып кеткендей еңбек шартын жасасып, сол еңбек шартында қандай мөлшер, қандай уақыт аралығы көрсетілген, соның барлығын қарастырып алу керек. Сонда ең бастысы сол жұмыскер өзінің талаптарын, өзінің құқықтарын сақтай алады осы жағдайларда. Ең басты айтқандай талап осы. Еңбек шарты болса, онда жұмыс беруші осы еңбек шарты бойынша зейнетақы жарналарын жүргізеді. Еңбек шарты болса, осы жұмыскерлер саны бойынша
міндетті сақтандыруды жүргізеді. Соның барлығы тек қана еңбек шартына ғана байланысты. Жақсы, сізге қояр сауалдарымыз осымен тамам. Уақытыңызды бөліп келген үшін сізге алғыс айтамыз. Рахмет. Ал біз бағдарламамызды жалғастырамыз, алда бір апта ішіндегі жаңалықтарға шолу. Павлодар облысында септиктен 4 жасар баланың мәйіті табылды. Жағдай Мойылды кентінде орын алған. Анықталғандай, бала ата-анасының назарынан тыс қалып, көрші үйлердің бірінің ауласында орналасқан ағаш палубамен жабылған септикке құлады. Облыстық полиция департаментінде хабарлағандай, осы факт бойынша сотқа дейінгі тергеп-тексеру басталды, сараптама тағайындалып отыр. Танысына пышақ сұққан павлодарлыққа сот үкімі шығарылды. Нөмірі 2-ші сотта түсіндіргендей, бірге ішімдік ішу кезінде қызғаныш туындаған. Ер адам ауруханаға жатқызылды. Айыпталушы әйел істегеніне өкініп жапа шегушімен татуласты. Енді ол пробациялық бақылауға болады. Павлодарда есірткі тасымалдаумен айналысқан курьер ұсталды. Аймақтық полиция департаменті баспасөз қызметінің мәліметі бойынша облыс орталығында ұсталған ер адам синтетикалық есірткі сататын заңсыз интернет-дүкен курьерінің қызметімен айналысқан деген күдікке ілінген. Тінту кезінде бір келі синтетикалық есірткі және жалпы салмағы 0,5 грамм гашиш болып табылатын ағзат салынған пакет тапты. Факт бойынша сотқа дейінгі іс жүргізу басталды, күдікті қамауға алынды. Аяқ киімнің бауымен қылқындырып адам өлтірген павлодарлық 10 жылға бас бостандығынан айырылды. 32 жастағы ер азамат танысына кіреберістегі шағын отырыста бас салған. Іс материалдарына сәйкес қос павлодарлық қаңтар айында уақытша бейімдеу және детоксикация орталығында танысқан. Кейін бірге ішімдік ішкен. Ломов көшесіндегі тұрғын үй кіреберістерінің біріне барған екеуі сөзге келіп қалған. 32 жастағы тұрғын 27 жастағы танысын әуел тепкінің астын алып, содан кейін аяқ киімнің бауымен қылқындырған. Екіншісі бірден жан тапсырыпты. Айыпталушы өлтіретін ойым болмады деп ақталғанымен сот үкімін жариялады. Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 99-шы бабы 1-ші бөлімі бойынша кінәлі деп танылып 10 жылға бас бостандығынан айыру жазасы тағайындалсын. Айыпталушы жазасын қылмыстық атқару жүйесінің орташа қауіпсіздігі мекемесінде өтейді. Сонымен қатар сотталушы қайтыс болған азаматтың әпкесіне миллион теңге көлемінде моральдық шығын өтеуге міндеттелді. Үкім заңды күшіне енген жоқ. Павлодар облысында жарыс ұйымдастырылған, мотоцикл жүргізушілері жауапқа тартылды. Оқиға Ақсу қаласының Евгеньевка ауылында болған. 3 мотоцикл көлігінің жүргізушілері ұсталды. Бұдан бөлек біреуінде нөмірлік белгі де болған жоқ. Барлық жүргізушілер кәмелетке толмаған болып шықты. Осы жағдай бойынша заңды өкілдеріне қатысты әкімшілік материалдар толтырылды. Әр қайсына 20 айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салынды. Әйел Нұрған ер адамдарға қатысты жаза күшейтілмек. Қылмыстық кодекске енгізілген жаңа өзгерістер қазірдің өзінде, ал әкімшілік жазаға қатысты түзетулер шілде айында күшіне енеді. Полиция хаттама толтыру үшін енді арыз жазып қажет емес. Қол көтергендерге ешқандай ескертуде енді жасалмайды. Тұрмыстық зорлық заман індеттерінің біріне айналғаны хақ. Зардап шегушілер өміріне немесе денсаулығына қауіп төнген кезде полицияға жүгінеді. Ал тәртіп сақшылары келгеннен кейін агрессорларға қарсы арыз жазудан бас тартады. Сол себепті шілденің 1-нен бастап арызсыз әкімшілік іс қозғауға шешім қабылданды. Жаза бірқатар санат бойынша күшейтілмек. Қорғау нұсқамасын бұзу бабы бойынша бұрынғыдай ескертуде жасалмайды. Бұрын олар сотқа шейін арыз жазып, соттың ішінде одан кейін бір-бірімен татуласып қағаз жазатын болса, онда қазір 1 рет қана татуласуға мүмкіндіктер бар. Одан кейін біз қамауға бұрын 5 тәулікке дейін жазу болса, сот оған 1 күн береді, 3 күн береді. Қазір бізде нақты 5 күн, 10 күн, 15 күн, 20 күн деп жазылатын болады. Түсініздер ғой, да? Және мына 461-ші бап бойынша бұрын ескерту болушы еді, бірінші қазір ескерту болмайды. Қылмыстық кодекс бойынша өзгертулер мамыр айынан күшіне енді. Осының арқасында қылмысты шағын ауырлықтан орташа ауырлыққа ауыстыруға және қылмыскерді оқшаулау үшін қамауға алу түріндегі санкцияны қолдануға, сондай-ақ жауапкершілікті күшейтуге мүмкіндік бар. Қоғамшылдар өзгертулерді құптап отыр. Неблагополучных семей. Әлеуметтік осал отбасыларда ғана емес, жағдайы бар жанұяларда да зорлық, зомбылық бар. Ол жерде агрессор ақша табады, отбасыға жағдай жасайды деп, әйелдер өзінің тәуелділігін сезініп, соққы мен қысымға көніп жүре береді. Кейін балаларына қауіп төнгенде ғана әрекет ете бастайды. Бұл жағдайда татуласуға тек бір мүмкіндік берілуі, жазаның біраз болса күшейтілуін жөн деп санаймыз.
Айту керек, жыл басынан бері отбасылық жанжалдарға қатысты Павлодар облысында 2312 ұйғарым шығарылған еді. Тіпті 4 айдың өзінде өңірімізде отбасылық тұрмыстық қатынастар саласында 31 қылмыс тіркелді. Біздің бағдарламамыз осымен тәмам. Сенбі күндері кешкі 21:40-та заң мен қылмыс аясындағы барлық тақырыптарға шолу жасап, білікті маманның кеңесін алыңыздар. Сіздерге қатысты құқық бұзушылық деректері орын алған жағдайда хабарласыңыздар. Редакция телефоны 55 70 640. Амандықта кездескенше.